Бір бесіктің хикаясы. Қазақта бесікке салу дәстүрі бар, бірақ бесік алу деген ұғым болмаған. Арыға бармай-ақ біздің бала кезіміздің өзінде бесік алу немесе бесік әкелу деген салт кездеспейтін. Соңғы жылдары айнымас дәстүріміздің біріне айналып кеткен бұл үрдіс менің көкейіме қона қоймады. Бесік туралы, бесікке салу жөнінде ойлансам, осыдан біраз жыл бұрын болған бір оқиға есіме түседі. Көршімнің келіні жақында ғана босанған кез еді. Бесік келейін деп жатыр дегенді естіп көрші үйге бардым. Енесі базарлап кетіпті, келіні үйде екен. Әдетте әпкелеп құрақ ұшып тұратын келіншекпен әңгімелесіп отырмыз. Бесік алдырып әке-шешеңді әурелеп қайтесің. Осы үйде де бесік бар емес пе? Дедім сөз арасында. Қойыңызшы, баламды 40 жылдық шіріп кеткен бесікке жатқызамын ба? Деді келін қиғаш қасын керіп. Тілімді тістедім. Өз балам әкесі ғана емес, атасы жатқан бесікке бөленген еді. Одан еш кем болған жоқ. Атасы дүниеге келгенде әкесі арнайы ағаштан шауып, қолдан жасапты. Әрине, қазіргі бесіктердей оюлы, зерлі емес, бірақ екі ұрпақты тербетіп өсірген. Бүгінде 3-ші буынды әлдилеп отырған қастерлі дүние. Байқасақ, бүгінде әр үйде осындай жауһар жәдігер бар. Бірақ ол шаң басып бір бұрышта не қоймада сақтаулы. Ал келін босанса, дереу жаңа бесік аламыз. Айналайын-ау, бала өздеріндік емес пе? Неге оған нағашы жұрты бесік әкелу керек? Қазақ емессің бе? Бабамызда бесік әкелу деген дәстүр болмаған. Қазақ баласы үшін бесікті өзі дайындаған. Бүгінде жаңа туған нәрестенің барлық қажеттілігін нағашысына жүктейміз. Ал ерлі-зайыптылар ажырасып кетсе, әкесі алимент төлемеді деп кінәлаймыз. Шын мәнінде бесігін көтерген нағашысы баланың өсуіне де жауапты болатыны заңдылық емес пе? Себебі, сәби дүниеге келгенде әкесі оған арнап бесік жасатып па еді? Жоқ. Ал енді сол әкені алимент төлемеді деп қалай кінәлайсың? Баяғы көршімнің бөпесі бесік алынғаннан көп ұзамай шетінеп кетті. Бұл өте өкінішті жағдай. Араға жыл салып тағы бір сәби сүйіп еді, ол да тұрақтамады. Жас қой, бастары аман болсын дестік. Бір күні сол нағашысы әкелген бесікті жалаң күйінде көлігінің жүксалғышына тиіп, үйден шығып бара жатқанын көзім шалды. Көрші апам есік алдында орамалының ұшымен көз жасын сүртіп отыр екен. Білмеймін, бесіктен бе, басқа себептен бе, екі сәбиінің бірінен соң бірі деп өксігіне тұншығып сөйледі. Келіннің бұрынғы сөзі есіме түсті. Бесіктен де, басқадан да емес, бәрі ниетке байланысты ғой, апа дегім келген. Бірақ үндемедім. Қоқысқа тастаймын деп алып кетті деді де, тағы жылап жіберді. Обал-ай деппін. Айтқанды тыңдамады. Тыңдамайды ғой бұлар. Бүгінде қоқыста жатқан бесігіміз көп. Киесінен қорықпаймыз. Ұлтты ұлт ететін тілі мен дәстүрі ғана. Тіліміз бен дәстүрімізден ажыраған күні біз қазақ емес, дүбара боламыз. Осыны ұмытпайық. Балаңыз өз бесігінде өссін. Деп оқиға өз мәресіне жетеді. Видео қызықты болса, лайк басып тіркелуді ұмытпа. Достарына жібер және өзіңнің қызықты оқиғаларымен бөліс.